Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгінгі тақырыпта мен госэкзамен туралы айтқым келіп тұр. Егер 5-ші курс студенттері болса, оларға алдын ала сәттілік тілеймін. Одан кіші курстар болса, оларға дайындалуға мүмкіндіктеріңіз бар әлі. Жалпы госэкзамен тапсыру өте күшті сезім, одан құтылу деген бір арқаңнан күшті жүк түскендей болады екен. Жалпы бұл госэкзамен дегеніміз 5-ші курстардың жалпы барлық медицина университеттерінде 5-ші курстан кейін тапсырылатын, бакалаврды аяқтағаныңызды білдіретін, келесі курстарға көшу мақсатында оның үстіне бакалаврдың сізге диплом береді, сол мақсатта тапсырылатын емтихан болып саналады. Ол 2 этаптан тұрады. Бірінші этап тестирование, екінші этап ол практикалық навыктарды көрсететін боласыз. Как врач ретінде пациенттерді қабылдайсыз, қандай анализ бересіз, қалай жүргізесіз, анамнез сұрау, пациент келеді ғой, сол кезде сіз қалай спрос жүргізесіз, да? Сол туралы оңай оның алгоритмдерін мұғалімдер сіздерге беріледі. Жалпы бірінші тестированияға көшейік. Тестированияда бізде 4 пәннен болды. Жалпы мен МУАның студент ретінде айтайын, басқа университеттерде қалай болатынын білмеймін, бірақ по идее сондай болады, бірақ сұрақтардың саны ауысуы мүмкін. Ең бірінші бізде акушерия гинекология болды. Бірінші сұрақтан где-то 12-13 сұраққа дейін. Ол жерде 4-ші курстың және 5-ші курстың акушерия гинекология өтесіздер. Солардан по протоколу келетін болады. Алдыңғы жылғы базаларды тоже қараңыздар, оның ішінен 70-80% келуі мүмкін. Новый сұрақтар тоже қосады. Жалпы жерде кровотечение, босану, айрыдан аурулары, киста, перекрут яичника бүкілі қарастырылатын болады. Ситуациялық есеп түрінде келеді, сұрақ түрінде келеді деген сияқты. Келесі ол бізде екінші пән педиатриядан болды. Содан бастап где-то 25 сұрақ негізі чисто педиатриядан келеді. Екінші. Тоже біз 3-ші курста пропедевтика детских болезней өттік, 4-ші курста чисто педиатрия өттік бір ай бойы. Және де 5-ші курста тағы да педиатрия өттік. Одан оңай негізі в основном вакцинация туралы жақсылап оқу керек. Келесі ол бізде педиатрия, ең ауқымды сұрақты ойнайтын. Одан 50 сұрақ келеді. Және де 50% терапия ойнайды. Оның 3 деңгейі болады. Бірінші деңгей, екінші деңгей және де үшінші деңгей қиындықтарына байланысты ода 50 сұрақ болатын себебі бізде оның көшінде көп пәндер қарастырылады, бөлімдер, то есть нефрология, кардиология, пульмонология, гематология, қан бөлімдері бойынша, ревматология, буын аурулары бойынша деген сияқты. Бауыр аурулары, бүйрек аурулары, жүрек бүкілі келетін болады. Сондықтан да ол 50% ойнайды. Келесі хирургия, ол оңай, чисто жаттап аласыздар негізі. Біз өзіміз солай жасадық, өйткені хирургиялық білім негізінде шынымен аздау. Енді жалпы бұлардың барлығы сіздің базалық біліміңізге байланысты, және де алдыңғы жылғы өткен курстардың бәрі базаларынан 50% где-то алынады. Сондықтан да әр пән өткен кезде 5-ші курстың басынан басталып хирургия бастадыңыз ба, алдыңғы жылғы хирургиясын кішкене қарап, акушерия гинекологияның сұрақтарын қарап жүруге болады. госэкзамен уақытына дейін. Оған дейін сіздің клиникалық мышлениеңізді дамытасыз, тоже пайдасын тигізеді бәрібір. Енді новый сұрақтар қоса да сіздерге ол кішкене базасы берілуі мүмкін, сол кезде жаттап үлгересіздер. Қатты уайымдамаңыздар деп айтқым келеді. Тоже бәріміз уайымдадық, қалай болады? 5-ші курс полный уайымдаған шығармыз, гос қалай тапсырамыз деп бар ойымыз сол болды. Енді өзім туралы айтатын болсам, мен тестированиеден 100 балл алдым, практикалық навыктардан 92 алдым. Сонымен общий екеуі қосылып бізге бөлініп қойылады. Сонда 96-мен жабылды. Мен 2 баллды да где-то мен түсінде көрдім. 92 баллды көрдім бірінші. Бірақ мен 92 алғаным ол ОСК болып тұр ғой, практикалық навыктардан. Екінші мен 96 баллды алдым. Общий 96-мен жабылды да, бірақ мен 100 балл алғанын көрген жоқпын. Сондықтан бар үміттеріңізді Алладан сұрап, дұғаларыңызбен әрине ең бірінші кезекте Алланың арқасы деп айтқым келеді. Одан соң өздеріңіз қолдарыңызда ата-ананың дұғасы бәрібір әсер етеді дегендей. Кішкене уайымдадық, даже в принципе ештеңе дайын болдық 70-ден асатынымызға, бірақ андай қорқыныш болады екен бәрібір. Біз жақсы бала алғым келеді деген сияқты. Сондықтан да өздеріңіз барынша дұға жасап, әрекет жасап, ата-аналарыңызға тоже айтып қойыңыздар, ата-ананың дұғасы ешқашан қайтарылмайды дейді ғой. Сол менің беретін кеңестерім.
Ал кішкене ОСК туралы айтатын болсам, бізде 8 станция болды. Акушер гинекологиядан контрацепция әдістерін тағайындау әйел адамдарға жүктіліктен қорғану мақсатында. Сосын хирургиядан шов шешу болды. Педиатрия 2 үй болды. Бірінші ерте жастағы балалар және де үлкен жастағы балалар ситуациялық есеп. Соған біз қалай диагноз қоямыз, 10 сұрақ болады. Қалай зерттеймін, одан не көремін, анализдерден қандай вакцинация жүргіземін, бары қарай неше жыл бақылаймын, қалай емдеймін, бүкіл сұрақ қарастырылады. Оны жерде неден пайда болды деген сияқты. 4 кетті ма, сосын терапиядан 4 болды, яғни пульмонология, пневмония ауру бойынша, кардиологиядан ОКС, яғни инфаркт миокардтағы диагноз қою, ЭКГ-ға қарап, қандай ем жүргізесіз. Сосын ревматология бойынша 3 буындық аурулар, подагра, ревматоид артерий және остеоартроз, лечениесі тоже. И гематология, анемиялар және де лейкоздар. Тоже оңай, алгоритм жаттап аласыздар и қайталап алып шығуға болады. Сәттілік!